бүгін мен осындай дәптер алдым. Математикадан 105 сабақ дейді. 105 сабақ. Екінші сынып. Үшінші сыныптықын көрдім. Именно екінші сыныптықын алдым. Әлеге. Мама алшы деген соң алып көрейін деп. Ішінде жақсы екен олар. Бәрі жазылған. Сосын бүгін мана мен система алып отырдым бір 40 минутта. Сол кезде жазып өзі шығарды. Білмегендерін көрсетті. Мына жер білмей жатырмын деп өзі шығарды бәрі. Өте жақсы деп өзін бағалады. Мен де мына жерге бағасын бағалау керек менде. Сөйтіп, екінші сабақта ертең істейді. Күнде бір сабақтан істеде отырмын. Үшінші сабақ, төртінші сабақ. Мына 11-ші сабақ. О, это легкий. Оны қазір істемейсің, өзі жаңа кезек-кезекпен жасайсың, жақсы ма? Тест бар екен ішінде. Күшті екен. Міне мыналарда болса. Міне тест. Қайсы не дұрыс шешім. Тәулік не. Күшті екен де? Сосын осындай дәптерін істедім. Себебі именно математика жазу нашар еді Әлидікі. Міне көркем жазу дейді, Әли математика нақыштар дейді. Әли өзі жазы сыртын. Болды. 5-6 жастағы екен. Енді мыналарды жазып үйрен дедім. Сосын ішінде кейін кішір. Әли қолдарды. Осындайлары бар екен. Сосын мына жерде сандар бар қазір. Мысалы осындай өрнектер, бірдеңелер болса салуға жақсы екен де. Ұнап қалды. Міне сандар бар. 1, 2-ні көп жазып үйренеді екен. Міне күшті. 3, 4. Көрдің бе? 4-те осылай істейді екен әлі, көрдің бе? Қосу, алу, дұрыстап жазып үйренеді. Үлкен, кіші, 0, 10, 0. Болды әлі қондырды. 5, 6, 7, 8. Мама! 8, 9, 10. Саған ұнады ма екі дәптерде? Енді күнде жазасың ба? Енді күнде істейсің ба? Есептер шығарасың ба? Жаным менің.